Мәтінді таңдау, мәтінді жылжыту немесе пішімдеу алдында оны таңдап алу қажет. Мұны жасау үшін тінтуірмен мәтінді басып, сүйреп өткізіп жіберіңіз. Таңдалған мәтін үстінен ерекше белгілеу, боялған аймақ пайда болады. Мәтінді немесе суретті таңдағанда Word бағдарламасында жылдам қол жеткізу панелі пайда болады. Егер ол бірден шықпаса, таңдалған аймаққа тінтуірді апарып тұрыңыз депті. Қандай екен? Көрейік, мысалы, мына жерге апарып тұрсам. Біріне. Мына жерде бір сөзді таңдадым, 2 рет шертіп, одан кейін қандай да бір өзгертулер жасауға мүмкіндік бар. Мысалы, осы текстті жирный жасау, курсив жасау, түсін өзгерту, шрифтін өзгерту, оның пикселін өзгерту. Кішкене қатып қалды. Немесе осы жерге комментарий қалдыру, жалпы кез келген өзгеріс жасай аламын. Енді оқып көрейік ары қарай. Бірнеше жолды таңдау. Тінтуір меңзерін мәтін жолының сол жағына апарыңыз. Ол оңға қарай қиғаш көрсеткішке айналады дейді. Мен егер мына жаққа кішкене сол жағына апаратын болсам, менің тінтуірім қазір өзгертіп кетуде. Солға. Егер бір рет басатын болсам, сол қатарды таңдап аламыз. Одан кейін екінші қатар таңдауға. Немесе бәрін таңдау үшін, мына жерде жазылғандай, тінтуірді бірнеше жолды таңдау үшін жоғары немесе төмен қарай түсіңіз деген екен. Яғни көрейік, мысалы мен тінтуірді бір рет бассам, мынау жоғары жағын таңдаймын, одан кейін барлығын таңдау үшін 2 рет басып көрсем, онда барлық абзацты таңдаймын. Немесе қатар-қатармен таңдау үшін контрол нүктесін басамын, және келесі нүктелеріне, келесі қатарларына түсуге мүмкіндігім бар. Енді қандай да бір жағдайда сізге осылай өзгерту керек болатын болса, міне тінтуірдің өзгеруіне байланысты таңдау мүмкіндігі бар екен. Одан кейін бұл жерде бірнеше жолды таңдауды қарастырдық. Барлық мәтінді таңдау үшін главное выделить всені бассаңыз болады, немесе Ctrl-A-ны бассақ болады. Қосымша таңдау, қазір көрейік. Мына жерде барлық текстті таңдау үшін выделить все дегенді таңдаймыз, немесе выделить область выделения дейді. Мысалы, мына жерде показать все дейді. Жарайды, таңдау енді қиын емес. Мына жерге Ctrl-A нүктесін бассам, онда барлық текст таңдалады. Және біз оның барлығына бірдей қандай да бір өзгерістерді қабылдайтынымыз түсінікті. Ол жерде шрифт өзгерту, немесе жирный қылу, курсив қылу, осындай барлық өзгерту жұмыстарын жасай аламыз. Енді тағы қандай бізде ақпарат берілген екен? Қос шерту, бір сөзді таңдау үшін мәтінге 2 рет шертіңіз. Егер 3 рет шертетін болса, онда толық сөйлем немесе абзацты таңдау үшін мүмкіндік пайда болады депті. Бір сөзді таңдау үшін 2 рет үстінен басамын. Backspace'ті басатын болсам, артқа қарай, онда текстті жойып жібереміз. Болдырмау, отменить вводты басамын, немесе Ctrl-Z пернесін басыңыз дейді. Ctrl-Z-ті басатын болсам, соңғы әрекет менде артқа қайтады. Сондай-ақ, егер тінтуірді 3 рет шертетін болсам, бүкіл жаңағы абзацты таңдап алуға мүмкіндік бар. Оны Backspace'ті басып жойып жіберем, немесе қайтадан орнына келтірем. Одан кейін мәтінді өшіру деген екен. Мәтінді өшіру үшін Backspace'ті басамыз, немесе Delete пернесін басуға болады. Бұл жерде түсінікті. Егер де мен бір сөзді таңдап алатын болсам, Delete нүктесін басам, ол сөз менде жойылады. Ctrl-Z-ті басып қайтадан орнына келемін. Мәтінді көшіру және жылжыту, бұл жерде copying and moving деген екен. Ол үшін біз мәтінді қиып аламыз. Бұл жағдайда выразить болады. Ол бізден сол жерден жойылып кетеді. Немесе көшіріп алу үшін Ctrl-C кнопкасын басамыз. Енді көрейік. Мысалы, 3 деген сөзді мен Ctrl-C кнопкасын басатын болсам, онда көшіріп алдым. Enter нүктесін басып астына түсемін. Ctrl-V-ді басатын болсам, онда вставить болды. Ctrl-Z-ті басып жояйын. Одан кейін 2 рет үстінен басып, қайтадан мысалы оң жақ пернені басып копировать етіп алуға болады. Одан кейін мына жерге келіп, вставить пернесін басып, орнатсам болады. Сондай-ақ параметры вставкиді көреміз. Бұл жерде сохранить исходное форматирование дейді. Жаңағы бірінші үнсіз түрдегі мәтіннің стилін барлығын сақтайды. Сонымен қосақ объединить форматирование депті, жаңа орынға келген форматтауды орнатады. Рисунокты орнатуға болады. Сохранить только текст депті. Бұл жерде специальная вставка дейді. Қандай да бір тағы да қосымша өзгертулер қажет болса, өзгертуге болады. Енді біз үнсіз түрдегісін пайдаланайық. Мен мына жерде артқа қарайды басып,
жойып жіберейін. Енді үшінші сөз дегенде әрине бұл жерде Ctrl X нүктесін басатын болсақ, немесе вырезать дегенді басатын болсақ, жарайды, былай көрейік. Вырезать дегенді басатын болсақ, кесіп аламыз. Одан кейін мәтіннің кез келген жеріне орнатуға мүмкіндігіміз бар. Так, бізде енді не? Ctrl-C бұл копировать, Ctrl-V бұл вставить, мәтінді қиып алу үшін Ctrl-X, вырезать және Ctrl-V орнату. Мына жерде бір кеңес берілген екен, мәтінді оң жақтан төбір батырмасын басу арқылы да қиып алу, көшіру, қою әрекетін таңдауға болады. Қою барысында мәтін пішімін таңдай аласыз. Түп нұсқалық пішім мен пішімдерді біріктіру тек мәтін ретінде қою депті. Сүйреп апару арқылы мәтінді жылжыту қалай іске асады екен. Мысалы, мына сөзді таңдап алайын мен, содан кейін мышкамен басып ұстап тұрамын және жоғары жаққа осылай сүйреп әкеле саламын. Сонымен қатар мынаны 3 рет басып бүкіл текстті жүктеп алып, кішкене жоғары жылжытсам, ол да жоғары қарай жылжиды. Енді немесе мына жерге соңғы жаңағы біздің абзацының соңына келіп, delete нүктесін басып, бір бос орынды мына жерде жойып жіберуге болады. Мен delete нүктесін басамын, бізде қазір мына жердегі бос бір қатар жойылды. Болдырмау және қайтару дейді. Бұл жерде жаңа айтып кеткендей Ctrl-Z пәрмені немесе біздің тез қол жеткізу бөліміндегі отменить, болдырмау, undo немесе бұл жерде қайтару, redo басуға болады. Қандай да бір өзгеріс жасап көрейік. Мысалы, үшінші сөзін алайық, backspace'ті басып жояйық. Олай болса мен бұл жерде отменить вот, немесе қайтадан жаңағы әрекетті қайталау. Екі осы панель быстрого доступтағы екі осы жаңағы белгішені пайдалануға болады. Немесе жаңағы айтып кеткенде мына жердегі Ctrl-Z немесе Ctrl-Y кнопкаларын пайдалансақ болады екен. Ctrl-Y, Ctrl-Z. Бірнеше басып осылай тәжірибе жасап көруге болады. Символдар қою үшін не істейміз? Ол үшін вставка. Бұл жерде символдар. Неге символдарды осылай ерекше атап кеткенін білмеймін. Жалпы қараңыз. Вставка, одан кейін бұл жерге қандай да бір символдарды орнату мүмкіндігі бар. Евро символы немесе Ctrl-Z-ті басайын, сөйтіп жоя салайын. Так, ол жерге біз қайта келеміз. Мына жерде әр функцияны көретінімізге сенімдімін. Сынақ тапсырмасы берілген екен, сіз мынандай құжатты жасауыңыз керек. Олай болса жасап көріңіз. Енді Word мәтінді пішімдеу деген екен. Бұл жерде не берілген көрейік. Бұл жаңағы Word-тың пішімделген мәтін оқырман назарын маңызды ақпаратқа аударуға көмектеседі. Microsoft бағдарламасында шрифт, өлшем, түс сияқты бірнеше пішімдеу параметрлерін қолдануға болады. Сондай-ақ мәтінді бетте қалай көрсетілетінін өзгерту үшін туралау мүмкіндіктері де бар дейді. Қосымша жаттығу құжатын жүктеп алыңыз. Қарып өлшемін өзгерту, font size дейді. Қарып өлшемін қалай өзгертеміз, одан кейін оның түсін қалай өзгертеміз, және фонтты кішірейту, үлкейту функциялары. Мынандай, мысалы, үшінші сөз дегенде, бұл жерде біз қаріпті шрифттің фонтын өзгертсек болады. Қандай фонт? Кез келген бір өзімізге ыңғайлысына. Көп қолданылатыны әрине Arial, одан кейін қазақ тіліне арналған енді Calibri қолданса болады жиі жағдайда. Одан кейін Times New Roman әрине жиі қолданылатыны. Жарайды, Times New Roman шрифтін таңдап көрейік. Одан кейін оның қанша пиксель, бұл жерде жаңағы font size деп айтып жатады. Фонттың көлемі, оны жирный ету, немесе оны курсив ету, немесе оны астын сызу. Сонымен қатар бұл жерде мүлдем ортасына сызып тастауға болады. Немесе бұл сөзді астына түсіріп жіберуге болады. Мысалы, мына жерде ең негізгі сөз болады, мысалы. Одан кейін біздің үшінші сөз, мынау біздің қарапайым сөз болсын. Ал үшінші сөз дегенде, оны енді постскрипт. Таңдаудың өз кішкене қиын болып отыр. Неге екен? Немесе былай үстіне шығарсақ болады. Барлығын undo жасап тастайын қазір. Басқа не жасауға болады? Бұл жерде түсін өзгертуге болады әрине, кез келген түске. Одан кейін текстің өзінің түсін өзгертуге болады бұл жерде. Одан басқа шрифті автоматты түрде тез үлкейту, кішірейту мәселесі қарастырылған.
как прописанные дейді. Бізде қазір как прописанные тұр. Регистрді өзгертуге де болады, кішіге, үлкенге. Сонымен қатар қосымша мүмкіндіктерді пайдалансақ болады бұл жерде. Жарайды, ары қарай көрейік. Қаріпті өзгерту деген екен. Қаріпті өзгерту басты, фонтты өзгерттік, қаріп түсін өзгерту, оны да көрдік. Бұл жерде қаріп түсіне байланысты қосымша колорларды көрсек болады деген екен. Мысалы, басқа да түстер, кез келген түсті таңдай аламыз. Мысалы, мына түсті таңдаймыз, одан кейін ОК нүктесін басамыз. Немесе қайтадан қалпына келтірейік. Енді қалың көлбеу және астын сызу командалары жаңа көріп кеттік. Оны қысқартылған кнопкаларды пайдалансақ болады. Ctrl-B бұл қалың мәтін етеді. Ctrl-I бұл италик көлбеу мәтін жасайды. Ctrl-U астын сызады екен. Олай болса, мысалы, қандай да бір сөзді таңдап алып, Ctrl-B-ді басатын болсам, жирный болды. Одан кейін қайтадан Ctrl-B-ді бассам, ол қайта қалпына келді. Сондай-ақ Ctrl-I бұны италик курсив етті. Көлбеу. Одан кейін Ctrl-I-ды қайта басатын болсам, ол қайта қалпына келтірді. Енді құжаттармен өте көп жұмыс жасағанда осындай қысқартулар пайдалы болуы мүмкін. Сонымен қатар астын сызу үшін Ctrl-U, Ctrl-Underline, демек біздің текстің астын сызды. Тағы да Ctrl-U, бұл қалпына келтірілді. Мәтін регистрін өзгерту деген екен. Мысалы, жаңағыдай көріп кеткенде, бұл жерде бір текстті мәтіннің регистрін өзгертуге мүмкіндік бар. Оны біз все прописанные үлкен әріп қылып жібереміз, немесе все строчные кіші әріп қылып жібереміз, немесе как предложениях біздің әріп мәтіннің басындағы сөздер үлкен әріппен басталатыны түсінікті. Немесе регистрді мүлдем өзгертуге болады екен. Сондай жаңағы жазылған екен. Мәтінді ерекшелеу, белгілеу, қандай да бір түске өзгертуді жаңа қарастырылып. Бұл жерде мысалы үшінші сөздің артқы жағын сары түспен бояп, ал мәтіннің өзін кішкене басқа түске өзгертсек те болады. Осылай енді эксперименттеп жасап үйреніп көруге болады. Бұл жерде шеберлік тапсырмасы берілген екен. Сізге мысалы мынандай құжатты жасау керек. Бұл жерде ағылшын тілінде берілгені түсінікті, алайда ешқандай осыған ұқсас файл жасау болады. Мына жерде мысалы үстінде сызықша, одан кейін қандай да бір жарнамалық ақпарат, оның түсін өзгертесіз. Мыналарды ортаға келтіру керек, сурет қою керек. Әрине біз мына жерде абзацпен жұмыс жасауға әлі келмедік, алайда қазір оны болашақ сабақтарда жазылған деп ойлаймын. Wordта мәтінді іздеу және ауыстыру, ол үшін бізге қысқартылған Ctrl-F-ті басамыз және сөзді заменить дейді. Окей. Осыны көрейік, мына жерде жазылған екен. Бұл құралдың көмегімен мәтінді сөздерді автоматты түрде іздеп, қажет болса басқа сөздермен жылдам алмастыруға болады. Мәтінді табу үшін найти немесе Ctrl-F, одан кейін навигация панелі пайда болады. Іздеу сөзін өзіңіз енгізесіз, одан кейін оны біз жаңа сары түспен ерекшеленеді. Оны қажетті сөзге ауыстырып жіберуге болады. Іздеу аяқталған соң X батырмасын басып панельді жабыңыз депті. Заменить функциясын пайдаланып сөзді ауыстырсақ болады. Оны егер қате болған жағдайда Ctrl-Z тіркесін басу арқылы біз осы өзгертулерді іске асырмасақ болады. Мысалы, мына жерде өзге деген сөзді ауыстырып көрейік. Оны табу үшін істейміз. Мысалы, найти, одан кейін қандай да бір сөзді мәтіннің ішінен іздейміз. Өзге. Бір сөз міне сары түске боянды. Енді оны ауыстырып көрейік. Заменить. Неге ауыстырамыз? Оны мысалы басқа деп ауыстырып көрейік. Заменить все. Бұл текстің барлық жерінде өзгертіп жібереді. Тек қана біреуін өзгертетін болса, онда бірінші табылғанды өзгертеміз. Мен заменить нүктесін басамын. Екінші тағы да өзгергендікпен ол басқа сөзден шықты. Сондықтан бұл жерде өзгертпейміз. Енді бұл қарапайым командалар екені түсінікті. Одан кейін X-ті басып, бұны батырманы қайта келеміз депті. Біз енді өзгеміз қайда кетті? Мына жақта жоғары жақта тұр. Ctrl-Z-ті басатын болса, міне өзге қайтадан өзге орнына келді. Енді мен барлық текстті қазір бір рет таңдап алайын. Ctrl-A нүктесін басып, және біздің мәтінде бірден орфографиялық емле тексеруін, орфографиялық тексеру қазақ тілінде дейін ОК нүктесін басайын. Бізге мына қызыл түстерді жояйық. Сосын Escape нүктесін басып, мен қайтадан артқа келемін. Енді мәтінді шегіндіру, жылжыту деген екен.
мәтінді шегіндіру, жылжыту, құжаттың құрылымын нақтылап, ақпаратты бөліп көрсетуге көмектеседі. Бір ғана жолды немесе бүкіл абзацты жылжыту үшін Word бағдарламасында линейка және табуляция параметрлерін қолдануға болады. Мәтінді шегіндіру, құжатты көптеген түрлерінде әр абзацтың тек бірінші жолын шегіндіру қажет болуы мүмкін. Бұл абзацтарды бір-бірінен көзбен ажыратуға көмектеседі. Мысалы, абзацтар мынандай шегінумен басталуы мүмкін, табуляциямен. Ол үшін біз не істейміз? Мына жерге келіп, жоғары жағындағы міне мына жерде жазылған отступ первой строки дейді. Мен осыны кішкене былай қарай жылжытамын, өзім қалайтын жерге. Сонымен қатар оны барлық текстте іске асу үшін мен мына жерде Ctrl-Z-ті басайын. Біздің барлық текстте іске асу үшін Ctrl-A нүктесін басамын және осы отступ кішкене қажетті жерге жылжытамын. Енді міне біздің текст белгілі бір деңгейде оқуға оңай болды деп айтуға болатын шығар. Ары қарай көрейік. Одан кейін сондай-ақ бірінші жолдан басқа барлық жолдарды шегіндіру мүмкіндігі де бар дейді. Ол выступ деп аталынады. Мысалы, бірінші жол емес, келесі жолдарды жылжыту, бұл выступ деп аталынады екен. Олай болса көрейік. Мына жерде мен Ctrl-Z-ті басайын, барлығын қалпына келтірейін. Выступты қалай жасаймыз? Выступты жасау үшін міне көрсеткендей, міне выступ деп жазылып тұр. Выступты егер тартатын болсақ, ол бірінші қатарын тастап кетті, керісінше келесі абзац текст мәтіндерін жылжытты. Енді бұндай дизайн, бұндай оформление деп айтып жатамыз. Мәтінді осылай форматтау жағдайларда кездесуі мүмкін. Мысалы, осылай қажет болатын болса, онда выступты пайдалансақ болады. Тап пернесі арқылы шегіндіру дейді. Мен енді құжатқа қайта келейін. Мынаның барлығын қайтадан Ctrl-Z кнопкасымен қалыпқа келтірейін. Сонымен қатар жаңа жазылғандай табты табуляцияны пайдалансақ та болады. Мен таб пернесін басып, мәтінді белгілі стандартталған үнсіз түрде қолданылатын ара қашықтыққа жылжыту мүмкіндігі бар. Одан кейін линейканы бірнеше жолдың шегіндіру маркері орнатылады дейді. Ол маркер автоматты түрде орнатылған абзацтың бірінші жолы шегіндіріледі дейді. Линейка сізде көрсетілмей тұрған болса, онда линейканы шығарып алу керек. Ол үшін сізге вид, бұл жерде отображение, линейкаға галочка қоямыз. Басқа не берілген екен? Шегіндіру маркері деген екен. Кей жағдайда шегіндіру нақтырақ басқару қажет болуы мүмкін. Word бағдарламасында шегіндіру маркерлері бар. Олар абзацты қалаған жеріңізге шегіндіруге мүмкіндік береді. Егер біз мынаның барлығын бірге ұстап алатын болсақ, шегіндіру маркерлері горизонталды линейканың сол жағында орналасқан және келесі түрлерден тұрады. Маркері первой строки дейді. Мынау жоғары жағында бұл маркер первой строки. Абзацтың бірінші жолын шегіндіреді. Маркері выступа, мынау астындағысы, ол бірінші жолдан басқаларды шегіндіреді. Маркері левого отступа дейді. Барлық жолдарды бірдей шегіндіреді. Бірінші және қалған жолдарды бірге жылжытады дейді. Мәтіннің бірнеше жолын немесе абзацтың барлық жолдарын шегіндіргіңіз келсе, шегініс парменін пайдалануға болады. Шегініс пармені белгілі стандартты бір қашықтықта қадамдармен реттейді деген екен. Олай болса көрейік. Мысалы, мен мына жерде жаңағы жоғары жақ, бұл енді қалай жазылған? Жаңағыдай отступ первой строки дейді. Сонымен қатар выступ, екеуін бірге ұстап алып жылжытсам болады, барлығын бірге. Міне мысалы қазір барлық біздің таңдалған абзацы толық жылжытуда. Барлығын таңдау үшін Ctrl-A нүктесін басамын. Одан кейін мен стандартты түрге келтіру үшін мына жерде 2 рет шертемін. Ол барлығын қалпына келтіреді. Одан кейін барлығын белгілі бір қатарға жылжытуға мүмкіндік бар. Енді сөйлемді осылай барлығын жылжытқымыз келсе. Сонымен қатар бұл жерде линейканы ары-бері жылжытуға келетінімізге сендім, бірақ бірден көрсетпей тастайын. Мысалы, қандай да бір жағдайлармен біз линейкамызды ары-бері жылжытқымыз келсе, міне былай құжатты әртүрлі өзіміздің қалаған орнымызға орнатсақ болады. Енді үнсіз түрде бұл өзі документ, жаңа құжаттың Word документінің дұрыс оформление дизайн жасалуына байланысты белгілі бір үнсіз түрде тұрған түсінікті. Таб белгісін пайдалану дейді. Табуляция белгішілері мәтінді парақта орналастыруға көмектеседі. Мысалы, сіз таб таңдаушылары, таб селекторлары туралы келген екен. Мынау жер бізге маңызды. Таб белгілерін пайдалану. Таб белгішелері, міне таб белгішелері деген мынандай кішкентай белгішелер.
бұл мәтінді парақта дәл орналастыруға көмектеседі. Әдетте тап пернесін басқанда меңзер әдетте, яғни по умолчанию бізде ол жарты дюймге оңға қарай жылжиды екен. Егер сіз линейка арқылы табуляция белгілерін қоссаңыз, линейкадағы осы линейка сызғышта пайдаланып табуляция белгілерін қосатын болсақ, шегіндіру өлшеуін қалауыңызша өзгерте аласыз дейді. Сонымен қатар бір жолда бірнеше табуляция белгісін қолдануға болады. Мысалы, біз мынандай текст жазғымыз келіп жатыр дейік. Мысалы, түйіндеме жолының басын солға туралап, соңын оңға туралау үшін тап справа, тап слева белгілерін пайдаланамыз дейді. Тап таңдаушыларының селекторларының бірнеше түрлері бар. Селектор табуляции ол экранның сол жағындағы линейкада көрсетілген, үстінде орналасқан дейді. Тінтуірді тап таңдаушының үстіне апарыңыз мышканы, белсенді табуляция түрінің атауы шығады дейді. Табуляция түрлері және олардың функциялары. Көрейік, мысалы, тап слева. Бұл мәтінді табуляция нүктесінде сол жағынан туралайды дейді. Центральный тап мәтінді табуляция нүктесіне ортасына туралайды дейді. Ортасынан туралайды. Тап справа дейді. Мәтінді табуляция нүктесінің оң жағынан туралайды дейді. Жарайды, олай болса мына жерлерді көрейік. Десятичный тап барлығын көруге мүмкіндік бар. Олай болса мен кішкене enter нүктесін басып тексттердің бәрін астына түсіремін. Бізде қазір тұрғаны по правому краю, тап по правому краю. Мына жерге бір қандай да бір мәтінді енгізіп көрейік. Жаңағы басты бөліміне келемін. Одан кейін тап справа тұр. Міне біз мәтінді енгізген кезде, жарайды, мына жердегі қазір бүкіл өзгерістерді алып тастайық. Қандай да бір мәтін енгізуде, қандай да бір мәтін енгізілуде. Бізде қазір тап справа тұр. Себебі текстіміз және оңға қарай жылжуда. Тапты басатын болсам, міне тап справа, біз қазір оңға қарай секірудеміз. Енді мен оны өзгертетін болсам, мен қазір мына тапты артқа қайтып келейін. Одан кейін тап по разделению дейді. Мынау с чертой дейді. Одан кейін мына белгіше отступ первой строки дейді. Мынау бізде тап по левому краю дейді. Енді көрейік, тапты басамын. Бұл жерде бір мәтін енгіземін. Не байқадық? Жарайды, бұл жерде тапты біз өзгертіп алдық. Одан кейін біз оны бір жерге орнатуымыз керек сызғышымызда. Мысалы, тап по левому краю дейді. Мысалы, мен мына жерге келіп, осы тап по левому крайды көрейін. Біз жерге қандай да бір мәтінді енгізіп бастайық. Одан кейін мен тап нүктесін басатын болсам, қараңыз, бізге бұл бірден мына жерге секіріп кетті. Қай жерге қойдым, сол жерге секіріп кетті. Одан кейін мен қандай да бір мәтінді тағы да енгізіп бастаймын. Тап по левому краю болғаннан кейін бізде әріптер ары қарай жазылуда. Енді мен астына түсейін. Одан кейін екінші мәтін қатарын енгізейін. Содан кейін біз таптың түрін өзгертейік. Бұл жерде мен тап по правому краю қояйын, және оны тағы да тура осы жерге қояйын. Мысалы, тап по правому краю, мен оны осы жерге қойдым. Енді тап нүктесін басып, мен мәтінді теріп бастаймын. Қараңыз, правый мәтінді терген кезде біздің мәтін байқағандарыңызда міне мына жағында, солға мына жағында жылжыды. Енді қай жерге мына жағында бағытталса, мәтін былай қарай терілді. Біздің мәтін табуляциямыз былай қарай қойылған кезде, ол мына жаққа қарай жаңағыдай терілді. Енді біз үшінші қатарды теріп көрейік. Және сызғыштағы таптың түрін өзгертіп көрейік. Мысалы, тап по разделению дейді. Енді мен тапты басатын болсам, бұл жерде тап қойылмады. Мен оны қоюым керек. Мына жерге Ctrl-Z нүктесін басайын. Кішкене үшінші қатар. Одан кейін тапты мына жерге қойып көрейін. Тапты басамын. Шын айтсам, аса байқамадым не берілгенін. Бұл жерде оқып көреміз. Тап справа, центральный тап. Мәтінді табуляция нүктесі ортасынан туралайды дейді. Ортасынан туралайды. Десятичный тап. Ондық сандарды үтір белгісі бойынша туралайды. Тап с чертой дейді. Құжатқа тік сызық салады дейді. Оның не қажеті бар? Мысалы, enter нүктесін басамын. Төртінші қатар. Одан кейін тап с чертой пайдаланып көрейік. Тапты басамын.
мына жерге Ctrl-Z бірінші. Мына жерге бір тапты қойып көрейік, тап с чертой. Одан кейін мына жерге қандай да бір сөздерді теремін. Мына жерде табуляция пайда болды, қандай сызықша пайда болды. Біз табуляция қойған жерге. Одан кейін тапты басқан кезде менің текстім ары қарай секіріп кетуде. Мына жерде 4-ші қатардың мәтіні. Enter нүктесін басамын, тағы бізде табуляция центра қалды, сондықтан тағы да сызықша пайда болды. Егер қажет болса, осыны пайдалансыздар. Енді мына жерде бізде қазір пайда болғаны бұл отступ первой строки дейді. Так, осыны қойып көрейік мына жерге. Одан кейін Enter нүктесін басамын. Бізде енді мына жаңағы бір табуляция черточка деген мешать етіп тұр, оны алып тастай салайын. Enter нүктесін басамын. Мына жерде енді бірінші мәтін енгізілетін қатар осы жерге ауысып кетті. Осы жерде бірінші енгізу жолы. Екінші жол. Одан кейінгі қатар. Так, енді тағы біреуін қойып көрейік. Мына жерге қойып. Жалпы айтқанда осылармен кішкене табуляция түрлерімен жұмыс жасап көріңіз, оларды үйреніп көресіз деген ойдамын. Енді былай жасап көрейік, оның барлығын алып тастау үшін не істеймін? Мен мына жерге келемін, оның барлығын мышка тінтөрмен ұстап аламын, және былай қарай негізі шығарып тастауымыз керек. Мыналарды алып тастауға болады, төмен қарай тартып, оларды жойып тастаймын. Ал енді біздің өзіміздің основной жаңағы стандартта табуляцияны орнына әкеліп қояйық, және мәтіндер енді стандартты түрде енгізіледі. Окей, енді мен Ctrl-Alt барлығын таңдайын, және backstage'ті басып, бұны жоя салайын. Сөйтіп мәтінді қайтадан қалпына келтірейін. Қойынды дейді, бұл жерде не жазылған екен? Қойындылар мәтінді нақтырақ орналастыруға мүмкіндік береді. Қойындыларды тап қосу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз депті. Табуляция право, табуляция справа. Жаңағы біздің көрген нәрселеріміздің барлығын мына жерде детальды түрде жазған. Оны қалай орнатудың көрсетілген. Одан кейін мынандай тексттерді белгілі бір табуляцияны қойып қойсақ, тап нүктесін басқан кезде біздің тексттерді былай енгізуге мүмкіндік береді дейді. Табуляцияны жою үшін үстіне барыңыз, оны және мышкамен алып тастаңыз. Мысалы, мен қазір бір табуляцияны орнатам, оны жою үшін мышкамен барып, оны былай тартып алып тастай салам. Немесе delete басауға болады. Сонымен қатар жасырын пішімдеу белгілерін көрсету дейді. Word құжатындағы пішімдеуді форматирование жақсырақ көру үшін бос орындар, мысалы абзац белгілері және қойынды табуляция сияқты барлық белгілерді көру үшін жасырын пішімдеу таңбаларын көрсете алатын белгілерін пайдалануға болады. Ол үшін отобразить все знаки батырмасын басыңыз депті. Құжаттағы барлық жасырын пішімдеу символдарын көрсетеді депті. Олай болса, мысалы жаңа жасаған біз Ctrl-Z нүктесін тағы бірнеше басайын. Бұл жерде біз көптеген форматтауда жасадық. Бізге олар дұрыс көрінбей тұр. Мысалы табуляция көрінбейді, барлығы жасырын. Оны көру үшін мына жердегі отобразить все знаки. Отобразить все знаки. Отображение знаков абзаца и других скрытых знаков форматирования дейді. Это особенно полезно для сложных действий с разметкой. Разметкаға байланысты қиын жағдайларда. Мына жерде мысалы табуляцияны көреміз. Сонымен қатар ортадағы шерточка табуляцияны көреміз. Мына жерде үлкен абзацтың энтерлері басылып келесі қатарға түскенін көреміз. Осындай жасырын жаңағы. Мына жерде мысалы пробелді көреміз. Сол сияқты кез келген сөздің арасында пробелді көреміз. Мына жерде жаңағы біздің бірінші қатарымыз біткенін байқаймыз. Яғни enter нүктесі басылған. Одан кейін тағы да enter басылған. Осындай жасырын белгішелерді табуляцияларда көруге мүмкіндік береді. Бұл әсіресе біз қазір секіріп кетеміз алға, жарайды. Болашақта бізге тағы да пайдалы болуы мүмкін бұл. Мен мынаның барлығын таңдайын және жойып тастайын. Енді сізге жаттығу берілген екен, сіз мынандай құжатты жасауыңыз керек. Мысалы, сіздің оң жағыңызда мынандай бірінші текст, одан кейін мына жерде табуляция пайдаланған, бірінші қатардағы сөздерді жылжыту, одан кейін мынандай. Енді табуляция осымен бітті. Мынандай құжатты жасай аласыз деген ойдамын.
бірнеше жаңағыдай эксперименттер жасап көріңіз. Біз келесі сабақта word, оның жол және абзац арасындағы аралықтарды қарастырамыз.